Ал құрметті халайық, енді біздің осы Greenleaf корпорациясының мықты маркетингісін түсіндіретін боламыз. Біріншіден, біздің осы Greenleaf корпорациясына 90 жылға контрактіге отыру үшін осындай пакеттерге, яғни 1.128.000 коронавный пакетін алуға болады, я болмаса 564.000 теңгенің бриллиантовый пакетін алуға болады, я болмаса 188.000 теңгенің платиновый пакетін алып компанияға тіркелуге болады. Яғни сіз тіркелгеннен бастап осы 90 жылға контрактіге отырасыздар, және бұл корпорация 1998 жылы құрылған, 6 мықты Европадағы және де Азиядағы мемлекеттермен, яғни Италия, Франция, Германия, Швейцария, Япония және Қытайда Суджоу қаласында, осы 6 мемлекеттің бренд тауарларымен осы Қытайда өңделіп шығарылады. Яғни бағана айтып отырмын, осы Суджоу қаласында, Цзянцзю провинциясында 70 гектарлық бағана үлкен плантациялар зауытта өңделіп шығарылуда. Яғни 36 мемлекетпен жұмыс жасауда болатын болса, қазіргі таңда 10 мемлекетте СНГ бойынша қарқынды жұмыс істеуде. Ал егер осы біздің Greenleaf корпорациясында жұмыс бастайын дейтін болсаңыздар, 188.000 теңгенің пакетін минимально алып, бастап кетуіңізге болады. Яғни сіз осы жұмысты бастадыңыз, 188.000 алып, бағана өзіңіздің пакетіңізді алдыңыз, және де осы 2 адам шақыру арқылы сіз уже активный доходқа шығасыз. Яғни біріншісі ол рефералка. Рефералка, мысалы, бір адам тіркедіңіз ба, 6.000 теңге түседі, және екінші адам тіркедіңіз ба, 6.000 теңге тағы да түседі. 12.000 теңге болды ма? Екінші табыс көзі ол бинар. Бинардан сіз уже 12.000 теңге, осының теңескен үшін 12.000 теңге тағы да аласыз. Және де үшінші табыс көзі біздерде уровень. Уровеньде сіз уже 38.400 теңге тағы да қайда көресіздер. Яғни общий 62.400 теңгені ие боласыз. Бағана жазылған суммаңыздың 30%-ын қайтарып алдым деп есептейміз. Ал енді қараңыздар, каждый келген осы адамдарды 2 адам әкелу арқылы сіздің бизнесіңіз алға басады. Яғни каждый адамды шақырдыңыз ба, оларға да 2 адам әкелуді ғана үйретіңіз. Соңғы кезде қараңыз, сіз на адамды жазғанда, сізге осы жерден тағы да 12.000 ақша ойнайды. Плюс сіз осы уровень жапқаныңыз үшін 38.400 теңге, яғни сіз бағанағы уровень жапқаныңыз үшін тағы да осы ақша түседі. Және де осы адам тағы да екінші адамдарын шақырды ма, мына жерден тағы да 12.000 теңге ойнайды. Сол кезде сіз уже бағанағы 12.000 емес, 24.000 ақша тағы да табыс көресіздер. Көресіздер ма? Ал юкісі түскен сайын, көресіз ғой, адам өзінің 2 адамын шақырады, адам өзінің 2 адамын шақырады, адам өзінің 2 адамын шақырады, және де адам өзінің 2 адамын шақырған кезде сізде қараңыз, 1, 2, 3, 4, және де осы жерден ойналатын 5-ші бинар ойнайды. 12.000-нан есептеңіздер ал. Қаншама сізге бинар түседі, плюс бағанағы 38.400-ді сіз уровень жапқаныңыз үшін тағы да аласыздар ақша. Бұл тек активный доходтың бағана маркетингісіне кіреді. Ал енді қараңыздар, бұл тек қана активный доход. Енді біздер пассивке көшеміз. Пассив дегеніміз не? Яғни қараңыздар, осы жерден адамдар кеткен сайын, сіздің наның адам сіздің личнигіңіз, дұрыс па? Ал адам наның адамы. Сөйтіп сіздің линияңыз кеткен сайын, бұл бірінші линияңыз болады, екінші линия, үшінші линия, төртінші линия, бесінші линия. Яғни пассивный доходта бірінші линиядан бастап 5-ші линияға шейін осы кісілердің тапқан табысынан сіз 4% ақша табасыздар. Ал 6-ші линиядан бастап 10-ші линияға шейін сіз 3% тағы да ақша табасыздар. Ал 11-ден бастап 30-ші линияға шейін 1% ақша табасыздар. Ал 31-ден бастап 50-ші глубинаға шейін сіздің табатыныз 0,5%. Бұл деген сіздің өзіңіздің пассивный доходыңыз болады. Көресіздер ол? Енді бір қызығы, бұл жерде переливтен ақша табасыз.
Бұл маркетинг, гибридный маркетинг болған соң, бұл жерде классика да ойнайды және бинар да ойнайды. Яғни қараңыз, бұл перерив, мысалға спонсорыңыз болсын, мына кісі болсын, бүйтіп адам салып жатыр, адам салып жатыр. Кетіп жатыр аяқтарыңыз. Ол мына жақтан аяғын кетіп жатыр, мына жақтан аяқтары кетіп жатыр, Осылай кетіп жатқаннан командный товар обороттан сіз 0,5% тағы да ақша көресіз. Тек қана айына бір-ақ рет 15 PV-ге зат алып отырсыздар. Ал 15 PV дегеніміз не? Әрбір PV біздер 460 теңге болып саналады. Яғни 15 мың мен 20 мың теңгенің аралығында ай сайын бағана өзіңізге керек затыңызды пайдалана отырып ақша табуға болады. Ал енді промоушн мен франшизаны айтып түсіндіретін боламыз. Яғни сіздің қараңыз, екі аяғыңыздан басқа аяқ жоқ. Бірінші франшизаны айтамыз. Егер де командаңызда бір жақ аяғыңызда 23 адам болып, екінші жағыңызда 23 адам болатын болса, соның ішінде сіздің осы адамдардың арасында 10 личныйыңыз, яғни жеке шақырылған адамдарыңыз болатын болса, компания сізге франшиза береді. Франшиза дегеніміз не? Яғни сіз компанияның атынан үлкен сервисный центр ашып, сауда жасауыңызға болады. Яғни компания өзінен 17% тағы да арзанырақ беретін болады. Ал енді промоушнға көшеміз. Қазіргі таңда июльдің 31-іне дейін, яғни бір ай уақытымыз бар. Июльдің 31-іне дейін 8000 PV бір жағыңыздан, екінші жағыңыздан тағы да 8000 PV жасайтын болсаңыздар, соның ішінде 10 жеке шақырылған личныйыңыз болатын болса, компания сізге Египетке, Дубайға, я болмаса Турцияға компанияның атынан путевка береді. Ал енді екінші промоушнымыз, тап сол июльдің 31-іне дейін, егер сіз 15000 PV жасайтын болсаңыз, бұл дейтін командный товарооборот, өзіңіз емес, командамен жасайтын. Екінші жағыңыздан 15000 PV товарооборот болатын болса, соның ішінде 10-ы личныйыңыз болатын болса, яғни жеке шақырылған, компания сізге Хайнянға және Шанхай, Суджоу және Урумчиге путевка береді. Яғни сіз Суджоуға бар, өзіңіз заводтағы қалай робототехника, яғни бағанағы осы айтып отқан мемлекеттердің брендімен, технологиясымен жасап жатқанын экопродукттарды өзіңіз көзіңізбен көретін боласыздар. Ал келесі статус бойынша айтатын болса, компанияда сіз бір жағыңыз 44200 PV-ге жеткен кезде, екінші жағыңызда 44200 PV-ден асқан кезде, компания сізге менеджер деген атақты береді, $1000 подаркыңызды береді, және де сіз СНГ-нің товар оборотынан 3% пайда көресіз. Яғни бүткіл осы СНГ-да қанша менеджер бар, осы бүткіл СНГ-нің товар оборотынан 3% сіздер, яғни менеджерлер арасында бөлінетін болады. Сосын, оны менеджер нені орындау үшін командный товар оборот айына 4000 PV және мына жағыңызда 4000 PV орындалу міндетті түрде тиіс. Ал енді өздеріңіз қараңыз, сіз менеджер болыңыз, 3%-ке жеттіңіз. Негізі басқа сетевойларды қарайтын болсаңыздар, вице-президент я болмаса амбассадорға жетпейінше, сіз никакой 3%, никакой 1%-ке жете алмайсыз, одан ала алмайсыз, пока сондай үлкен статустарды бағындырмайынша. Енді қараңыз, менеджерге жеттіңіз, 3% СНГ-нің товар оборотынан алып отырсыздар. Енді қараңыз, астыңыздан 2 менеджер шығады ғой. 2 менеджер шыққан кезде, ол не имеет значения личниктерден, бір жағыңыздан кім болса да, ол 50-ші глубина бола ма, ол 40-ші глубина бола ма, без разницы. Екі жақтан сіздерде менеджер шығатын болса, сіз старший менеджер атанасыз, $2000 премияңызды аласыз, сол сияқты бағана 3% СНГ товар оборотынан алып отырасыз. Ал егер осы 2 менеджеріңіз тоже старший менеджер болатын болса, сіз директор атағын алып, командный товар оборотыңыз 6000 PV-ден және 6000 PV-ден болған кезде, компания сізге бүткіл мировой товар обороттан 1% беретін болады. Яғни оны біз МТО деп айтамыз.
Ал енді бұл кішкентай осы сізге түсінікті болсын деп салып жатқан маркетингіміз. Ал тереңірек білем дейтін болсаңыздар, мен жекеме шығып, я болмаса TikTok арқылы, TikToktың парақшасында менің телефон номерім бар, сол арқылы шығып, бүткіл осы терең маркетингті ұғынам дейтін болсаңыздар, біздің корпорацияға тіркеліп жұмыс жасауларыңызға тілектеспін.